Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін сәуірдің 1-і, сәрсенбі күн. Тағы да бір кішігірім видео. YouTube'қа видео салмағалы 2 апта болыпты. Сол кішігірім видео. Так, бүгін сиырлар келдік. Сиырларды қарап кетіп отырық. Аспан ашық, күн жылы. Қазір күн жылып, жерге көк шығып бастады. Сиырлар жатыр міне. Ана жақта сиырлар далада. Біраз болды, қашан далаға жібердік. Сол наурыздың ортасында ма, сол далаға жібердік. Тек сол өзі бұзаулаған сиырлар ғана келеді. Сауылатын сиырлар ғана. Сол сиырларды қарап кетіп отырмын. Бұзаулайтын сиырлар бар. Міне бір сиыр, бір екінші тума. Ана жерде сары сиыр, сол туады. Бірақ енді міне тағы да бірінші тума бар, ол жартысы ар жақта сиыр. Таудың ар жағында. Міне бірінші мына сиыр туады осы. Сол қарап жүрміз. Күнде қарап отырам. Сол кеше сол сиырларды қамап қан алды. Жаңағыдай бруцеллез ауруына тексеріп қан алды. Ulan oldu canım. Var mı? Енді сол нәтижесі сол жақында айтады ғой, таза деп. Сосын аусыл ауруына қарсы вакцина салды. Сондай жаңалықтар. Так, сондай жаңалықтар. Сол міне. Осы сиырды күтіп жүрмін. Осы сиырды аңдып жүрмін осы күнде қарап. Бұл енді екінші тума енді. Өзі туатын шығар. Жаңағы сары сиыры бар. Олар өзі туады. Сосын таудың ар жағында жартысы бар. Онда бірінші тума қашар бар. Оны енді қарап жүрмін, ол енді жақындаған жоқ туатын күні. Соны қарап жүрмін. Сондай жаңалықтар. Сол енді басқа өзгеріс жоқ. Күн жылып жақсы болды. Біздің жақта өз қар жоқ өз. Қардың бәрі еріп кетті. Енді ақырын көк шығып жатыр. Қойлар далада. Қазір біраздан кейін уақыт болса қойларды түсірем. Сондай жаңалықтар. Қазір үй жақта жылқылар жүрген. Қазір жылқылар түсіріп көрсетемін қазір. Әне ақын кетіп барады жайылып. Так, міне үй жаққа келдік. Жылқылар жатыр үйдің жанында. Міне үй әне. Жылқылар жатыр. Таңертең ауылдың құдығына барып су ішіп алды. Енді жатыр. Әлі құлындап бастаған жоқ. Осы енді сәуірдің ортасына қарай бастайды шығар, ортасына аяғына қарай. Жылда сол сәуірдің ортасында бастайды. Так, осы жер жатыр. Өз қысты күндер осы үйде тұз жалап жүрді ғой. Үйде тұз бітіп қалды. Осы жерде тұз бар ма астында жерде? Осы жерде жалап жүреді өз бірісі. Тұз ба или білмеймін. Әйтер осы жерден шықпайды негізі. Үй жаққа келгенде осы жерде жүреді. Так, сол жем беріп жүргенбіз. Бүгін берген жоқпын. Так, сондай жаңалықтар. Әне айғыр тұр. Айғыр. Үйдегі 2 тайды қосқан біз. Алмай қойды бұл айғыр. Білмеймін неге екенін алған жоқ.
Өз алдында 4 бас қосып алған. Өз жездемдер өзі неше бір жұма ма 10 күн бұрын ба үйір ашқан. Бір айғыр сатып алып, сосын бір байталдар, тайлар қосып, тайлар бір 4 бас бөлініп кетіпті. Осы соны міне біздің бүркіт қосып алған. Сонымен жүрді, осы қайттан бөліп алып кетті оны. Содан кейін мен өз үйдегі 2 тайды қосқам, оны алмай тұр. Даладан тауып отты, бұлай қосқанда алмайды. Сосын кеше қойдым, кеше тағы екінші рет загонға, көршінің загонына қамап қосқам. Қосайын деген, кеше таңертең басқа тағы бір биелер қосып опты 4 бас. Сосын оларды тоже бөліп тастап, сосын тайдайын қосқам, алмай тұр. Даладан қосатты, бұлай қосқанда алмай тұр. Сосын ол 2 тайды алдында жаңағы айтып тұрмын ғой. Жездемді үйір ашты деп. Сол үйірге қосып жүрдім. Енді сол бір жұмада жүрсін. Сосын бір жұмадан кейін сол қайттан қосып беремін ғой осы үйірге. Алмаса сол жездемнің үйірінде жүре береді. Қораның иісі бар ма? Соны алмай тұр ма білмеймін. Бар жатыр енді. Так, солай. Даланы көріп тұрсаңыздар, қар жоқ. Қар еріп кетті. Так, енді осы жақын уақытта ен салу керек тайларға. Ен салып, тамба салу керек. Маса шықпай жатып. Негіз біраз маса шығып бастады негіз. Соны тезірек тамба салып салу керек. Сол бүркіт осындай. Бірақ молодец негіз. Ешқайсысын жібермейді. Ешқайсысын қалдырмайды. Ұстап тұр. Сол тек қосқанды алмай, заладан өзі қосып алатын болмаса, бірақ жақсы айғыр. Мықты айғыр. Ешкімге бермейді. Кішкентай болғанымен шустрый. Мықты. Тайхона. Әне ана жақта тайхона тұр енді. Так, сондай болықтар. Арнан тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сосын, тағы айта кетейін. Тағы сұрап жатады күнде. Сол. Бұл ауыл Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Александровка деген ауыл. Әйтпесе, негізі айтам осылай, бірақ та сұрай береді. Видеоны до конца қарамай ма? Кісілер сұрап жатады. Так, сол. Қазір сол енді үйдің жұмыстарын бітірейін. Үйде бір қи ойып бастағам. Сондай жұмыстар болып отыр, көктем жұмыстары болып отыр. Деген біраздан кейін қойға барсам, қойларды көрсетем ғой. Қойға барсам жаңағы сосын жездем үйірімді таудың ар жағында үйретіп жатыр. Кешке қалмайды. Күндіз бағады, кешке қалмайды. Қазір иіссін үйренгенше соларды көрсетіп кетем ғой. Барғаннан кейін біраздан кейін. Сол. Ассалаумалейкум. Қалдарыңызға амансыздар ма? Бүгін сәуірдің 2-сі. Жылқыларға, тайларға тамба салып жатыр. Тамба құйрығын кізеп, ен салып құяқтарына. Міне, 2 тай. Осы тай міне, міне сары тай. Осы ана жерде 2 тай бар. Мынау. Осы ана. Так, міне болдық. Тайларға тамба салып. Ана. 3 бұрыш. Құйрықтарын күзеп, құлақтарына ен салып. Ана ашайыншы ана. Мына Али деген ағам міне. Салам алейкум. Так, міне сол. 4 тай.
Құйрықтар тағы сатылады, құйрықтарын күзеп. Көрсетейін дегенбіз тамбанда. Әне, көріп тұрсыздар ма? 3 бұрыш, ішінде А деген. Чё там? Так, міне. Екінші үйірді алып келдік. Міне, Макс. Кезден үйіріні. Үйде тұрған екі тай құйрықтарын күзіп, ендерін салып тастадық. Міне таңбасын салдық. А деген, 3 бұрыш А. Міне біздің айғыр алмағаннан кейін осы жерге қосып жүрсік. Әне айғыр, әне ала. Так, міне кеш батты. Бүгін сол сәуірдің 2-сі. Кеше сол қойларды түсірейін деп ұмытып кетіппін. Сол бүгін түсіріп тастайын деп, видеоны аяқтап тастайын деп. Сол Аллаға шүкір. Қойлар далада. Қозылармен шығарып жүрдік далаға. Мына жартысы көршінің қойлары, көршінің малдары. Біздің қойлар қоздап болды. Ешкілер қалды. Ешкілер сол кеше біреуі бастады өзі, көп емес бір 4-5 еді. Сол біреуі қоздады кеше. Біреуі лақтарды. Сол 4-5 ешкі қалды біздікін. Сонымен бітеді. Жарты ешкі, жарты қойлар көршінікі. Сондай жаңалықтар. Жылқыларға таңбасын салып, бүгін сосын кеше таңертең сол сиырлардан қан алып жұмысты бітірдік. Кеше емес, алды күні. Кеше қойлардан алды. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Осымен видеоны аяқтайын. Сол басқа не айттым? Қойлар далада ақын енді күйлерін жинайды ғой. Сау болыңыздар. Бастарыңызға байлық, дендеріңізге саулық тілеймін. Албастарыңыз көбейе берсін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Сау болыңыздар.